Шаһардағы Баянторг көшесінің тұрғындарын ой-шұңқырлы жолдар сарсаңға салуда. Ал жаңбыр жауса тіпті лайсаңға айналатынын айтып ашынады ағайын. Жергілікті билік өкілдерінен көмек қолын созуды сұраған жұрттың өтініші де жауапсыз қалған. Рысалы Кенжалиевтің материалы. Шаһарда көше деген жай ғана аты бар жерлер өте көп білсеңіз. Білмесеңіз нақтылап өтейік. Қосыбатыр көшесін жағалай келіп, Баянторгқа бұрыла қалсаңыз, қоқыс жәшіктері ит құсқа жем болған, ал жолдары көлік тізгіндеушілерді күнде жылатып өтетін көше бар. Ол мына мен тұрған көше. Тұрғындардың талабын тасада қалдырған шенділердің қимылсыз жатқанына біраз жылдар болған. Десе де өздеріңіз көріп отырғандай, баяғы жартас, сол жартас тура мағынасында. Мына жер көлік өтеді, машина өтемейді мына жерде. Мен 30-ден аса көл болады, су болады осы жерде. Тұрғындардың осы көшедегі көңіл көншітпейтін тас жолдың кедір бұдыр келбетіне өкпесі қара қазандай, ал жаңбыр жауса үйге жете алмай, жиналған судан қиналамыз дейді. Бұла жөндеуге болады ғой, жол деген жөндеуге спокойно бол. Не? Мына жерден анау бір көп болса бір 100 метр жерге шейін жол жөндеуге мүмкін жетпейтін шығар, әйтпесе жетсе істейтін еді осы уақытқа дейін. Қанша уақыт болды осылай тұрғанына? Мына жерде жасау керек болды. Мынау әрі кетсе бір 400 метр ғой. Көп кетпейді. Көп кетеді деп ойламаймын, өйткені жамбыл жол құрылыс деген бар емес пе баяғыда. Олар қайда? Көшелердің әдемілігі анамда болса, әдемі болса халыққа да жақсы ғой. Мына жерде жасауға болады негізі. Талай жылдан бері тұрғындардың титығына тиіп, тығырыққа тіреген тағы бір түйткіл қолқаны қапқан қоқыс иісі. Әсіресе қоқыс жәшігіне жақын орналасқан үйлердің тұрғындары күн жылынғалы тереземізді ашудан қалдық дейді. Бірақ жергілікті жұрт оған Қарашаның өзін кінәлайды. Өйткені Жал проблема мына жерде көл болып жатады осы жерде. Машина өту қиын. Содан кейін мына жақпен өтеді. Содан кейін частный секторда осы жерге мусорды қоқыстарды тастайды. Содан кейін мынадан тасталған қоқыстың бәрі ұшады, мына жақтың бәрін басып қалады. Содан кейін халықтың да бір мезгілде мәдениет жоқ халықта да. Мысалға кішкентай балаларын жібереді. Ол ана қоқыс тастамайды, келеді жанына үй тастап кете береді жаңа әкелген қоқысын. Оны ата-аналар қадағалап отқан жоқ мысалға. Сынға сапалы жауап беретін шенділердің жағымды жауабы керек ақ осы сәтте. Аталған проблемалардың тиісті деңгейде тиісті тарапқа жетуіне жауаптымыз. Сол себепті қалалық тұрғын-жай коммуналдық шаруашылық бөліміне аттандық. Бірақ мемлекеттік мекеме мұқым елдің мұңына қатысты жауап беруден бас тартты. Неге екені де белгісіз. Алмайды басқым. Сұхбат беру керек. Телефонды өшіп қоятын де WhatsApp-қа керек адамға жауап жазып, керек еместігін отыра береді. Тұрғындардың тілегі бір, мұқым елдің мәселесі мінбердегілерге жетсе дейді. Бірақ жақын арада тақтайдай тас жол төсеп береді дегенге күмәнмен қарайды. Сол себептен де бұл мәселені бұқаралық ақпарат құралдары назарында ұстаса екен дейді. Енді биыл 30 жылдығы тойланатын ел тәуелсіздігінің құрметіне аталған көше қолқаны қапқан қоқыстан тазарып, балшыққа батпай көрікті мекенге айналады деген үміті ақталса игі. Рысалы Кенжалиев, Еламан Жорақұл, Мейірбек Сауранбай, 77 News.